Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Айдана. Бүгін біз осындай сүттен жасалынатын өте оңай пирог жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге құрғақ ыдысымызға 2 жұмыртқамызды және оның үстінен қантымызды салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Массамыз 2 есе ұлғаюы қажет. Миксермен шамалы 4 минуттай араластырсаңыз жеткілікті. Осылай жақсылап араластырып алдым. Массамыз 2 есе ұлғайды. Енді оның үстінен сүтіміз бөлме температурасындағы жылы сүт болуы қажет. Оның үстінен ерітілген сары майымызды саламыз. Мендегі сары май 82,5% май. Оның дәмі әдемі болады. Сондықтан да 82,5% майды қосуға кеңес беремін. Оның үстінен елеуіштен өткізілген ұнымызды саламыз. Оның үстінен қамыр қопсытқышымызды салып, ұнымыз шашырап кетпеу үшін осылай миксермен бірінші бір араластырып жіберіп, сосын миксерді қосып жақсылап араластырамыз. Қамырымыз осындай сұйық болып тұр. Енді тағы да ұнымызды салып, ұнымызды 2-ге бөліп салып жатырмыз. Екінші ұнымызды салып, енді жақсылап миксерлеп аламыз. Біздің қамыр қою болуы қажет. Егер сіздер қатты қою емес, сұйықтау қылып жасасаңыздар да болады. Осылай енді жақсылап араластырып алып, пергамент төселген табамызға салып, 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Достар, дәл осы рецептпен кекс жасасаңыздар да болады. Дәл осы рецептпен кекстің дәмі өте әдемі болып шығатын болады. Енді осылай қамырымызды құйып алғаннан кейін барлық жеріне бірдей етіп тиюі үшін қолымызды сулап, осылай тегістеп шығамыз бетін. Бетіне әсемдік үшін жеміс-жидекті қолдандым. Менде осындай қатырылған тоңазытқышта тұрған шиені қолдандым. Сіздер грецкий орехты қолдансаңыздар да болады, немесе қолданбасаңыздар да болады. Бетіне сахарная пудра себе салсаңыздар да болады. Осымен біздің пирогымыз пісіп шықты. Пирог өте әдемі көтеріліп пісіпті. Пирогты суытып барып кесеміз. 40 минут немесе 1 сағаттан кейін пирогымыз суыды. Енді кесіп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Достар, егер де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айдана. Рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.